Короче, тойдан келіп отырмын. Қаланың шетінде тойға барып келдім. Сол той күшті өтті. Мен айтайын деген махр туралы, короче. Соңғы жаңалықтарды естіп жатқан шығарсыздар. Махрды отменили, оказывается. Біз Бексұлтан екеуміз үйленген кезде мен мешітте махр туралы айтқанда алтын цепочка подарить етті деп сұраған болатынмын. Именно махрдың алтын цепочкасын әлі алып бермеген болатын Бексұлтан. Енді алтын цепочкалар алып берген оның алдында, бірақ махрдікін алып бермеген әлі. Сонымен, короче, енді алам ба деп жүрген үмітім үзілді, махр отменился. Сол бір жағынан, в принципе, я особо сильно не расстроилась, потому что мен негізі махр туралы 27 жасымда бірінші рет естідім. Оңға дейін махр деген затты вообще естіп көрмеген екем. И, в принципе, зачем махр? Мен үшін қатты маңызды емес махр. Сол, суббота-воскресенье тағы да 2 тойымыз бар. Одан кейін понедельник бұйырса шетелге ұшып, 26 күні ұшып, 25 күні түнде ұшамыз, 6 декабрь бірақ келеміз. Ортада тойлар бар еді, бірақ енді оларға барамай қалайын деп тұрмын. Бексұлтан сама один справится, надеюсь. Сосын, представляете, мен бұрын қорылдамайтын ұйықтағанда. Қазір мен кішкене қорылдайтын болыппын. Оны түнде Бексұлтан видеоға түсіріп алыпты. Хорошо, что сторисқа салмаған. Өзім айтып қояйын деп жатырмын заранее. Короче, менде отдышка, бір нәрсе болса бітті сразу деп ұрсылдақ қалатын болғам. Сол. И қазір мен қорқып жатырмын да, ертең босанғаннан кейін қорылдап кетпейін ба деп. И вообще, как можно от этого избавиться? Сол. Неприятненько, короче. Уже етті жеп, еттен шығып кеттім, шыны керек бар ғой. Кішкене бір необычный нәрселер жегім келеді деген сияқты. Бүгін, короче, балық алып келетім, салат алдым. Балық болғанда сазан емес, судак деген балық. Әсел кішкене жақсы көреді. Соның қазір екеуміз романтичный қып жеп алсақ па деп тұрмыз. Е-мое, ұйқыдан тұрсаң, қар жауып тастаған көкектің ғой. Е-мое. Деп машинаны угарный сүйеп аласың. Все равно бұлтқына, я. Скеп деген осы. Балам